Сәлеметсіздер ме? Қазақ тілі сабағы басталды. Жаңа тақырып әлеуметтік желілердің тарихы, өткен шақ, жедел өткен шақ. Оқу мақсаты: мәтін үзінділерін тыңдай отырып, оқиғаның дамуы мен аяқталуын болжау. Етістіктің шақ, рай түрлерін тілдесім барысында қолдану. Бүгінгі біздің грамматикалық тақырыбымыз өткен шақ. Өткен шақ дегеніміз іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіретін шақ түрі. Оның жедел өткен шақ, бұрынғы өткен шақ және ауыспалы өткен шақ деген үш түрі бар. Жедел өткен шаққа тоқталсақ, түбір сөзге д, т жұрнағы мен бірінші, екінші жақтағы жіктік жалғау арқылы жасалады. Мысалы, мен бардым, сен бардың, ол барды. Бірінші тапсырма: әлеуметтік желілер арқылы әрбір екінші адам жалған ақпарат береді деген пікірге қатысты ойыңызды тұжырымдап жазыңыз. Оқулықтың үшінші тапсырмасы: берілген сөйлемдерге мағынасына қарай жедел өткен шақтың жұрнақтарын, жіктік жалғауларын қойып көшіріп жазыңыздар.